Қуан сәби, біз қазіргі осындай заманда туылғанымызға өте қатты қуану керекпіз. Себебі біздің бұрынғы замандарда алатын болса, олар деген білім алсын, әрбір қалаларға барды, әрбір жерлерге барып оқуға тырысты. Ал біз қазір үйде отырып та оқи аламыз. Ол біз үшін керемет мүмкіндік. Біз мектепке барғымыз келсе, мектепке барып оқи аламыз. Бізде әртүрлі білім салалары бар. Тіпті мектептердің өзі білім салаларына бөлініп кете алады. Ол жаратылыстану бағытына оқыған кезде жаратылыстану бағытына түсе аласың. Математика бағытына түскенде математика бағытын таңдай аласың. Оның өзі бір керемет мүмкіндік. Сонымен қатар әртүрлі гаджеттер. Қазіргі мүгедек балалар мектепке бара алмай жатса, олар үйде отырып телефонды қойып оқи алады. Ол өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Себебі бұрынғы замандарда алатын болса, ондай мүмкіндік жоқ. Сонымен қатар біздің мемлекет дамығандықтан бізде ондай әртүрлі мүмкіндіктер бар. Ал кейбір мемлекеттер тіпті оған да жете алмайды. Сол үшін біз осыған да қуану керекпіз. Сонымен қатар әрбір бала өзінің баспанасы болғанда да қуану керек деп ойлаймын. Кейбіреулері өзінің тіпті үйінен, көлігінен ұялатындар да бар. Менің ойымша ол дұрыс емес. Себебі сенің мүлкің бар болса, оған да қуану керек. Себебі кейбіреулерінде ондай зат та жоқ, баспана да жоқ. Сол үшін ондай өзің тұрып жатқан жеріне ұялмауың керек деп ойлаймын. Сонымен қатар ата-анасынан көптеген заттардан ұялататындар да бар. Ол бәрі дұрыс емес. Себебі біз қуану керекпіз. Себебі бізде ата-анамыз бар. Біз тұрақты бір жақта тұра аламыз. Оның өзі бір керемет дәреже деп ойлаймын. Себебі басқа мемлекеттерді салыстыра алсақ, мысалға Африкада кейбір балалар деген тіпті мектепке бара алмайды. Олар деген тұратын кейбір үйлерінде баспана жоқ. Ал бізде оның барлығы бар, және де бұл өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Сол үшін біз әрқашанда қуанып жүру керекпіз. Сонымен қатар әрбір балаларға біздің қазіргі заманда әртүрлі мүмкіндіктерде өте көп. Оның мүмкіндік жоқ емес. Адам болса, қазіргі заманда барлығына жетуге болады. Өзіңнің арманыңды шынайға айналдыра аласың. Тіпті әрбір бала әртүрлі өзінің ойын жеткізе алады. Олар деген өзінің істегісі келетін затты істей алады. Барғысы келетін жерге бара алады. Оған ешқандай шектеу жоқ деп ойлаймын. Сол үшін біз әрқашанда қуанып, көңілді жүру керекпіз. Себебі біз ешқандай себепке мұңай алмаймыз. Бізде барлығы бар. Біздің мүмкіндіктеріміз өте көп. Бұрынғы заман мен қазіргі заманды салыстырсақ, ол жер мен көктей. Сол себептен біз әрқашанда қуанып жүру керекпіз деп ойлаймын.